Есім хан қазақ хандан ішінде топ 20-ға кіреді ме? Әрине кіреді. Топ 10, Топ 10-ға да кіреді. ал топ 5-ке, Кіреді. топ 3. Топ 3-ке қоя алмаймын. Ол топ 5-тің қатарына кіреді. Мықтылардың бірі, заңдардың авторы бірі, мысалы Есім ханның ескі жолы оның авторы. Және де өте ауыр кезеңде қазақ хандығы мен қазақ-өзбек қатынастарының ішіндегі нүктені қойған ол, яғни қазақ-бұхар соғыстарда жеңіске жеткен, ішкі қырылыстарда жеңіске жетіп, қазақ хандығын қайттан біріктіре алған маңызды тұлғалардың бірі, және де оны сол себепті де топ 5-ке қоя аламын. Есім ханды қоя аламын. Бұрындық хан қазақ хандан ішінде топ 20-ға кіреді ме? Топ 20-ға кіреді. Ал топ 10-ға, Топ 10-ға кіреді. топ 5. Топ 5-ке енді кіргізе алмаймын. Бұрындық өте маңызды тұлғалардың бірі. Керей мен Жәнібектен кейін билікке келгеннен кейін ол өте көп уақыт билік етті. Мысалы, Хақназарды біз білеміз ең көп билік еткен тұлға ретінде, ал Бұрындық одан кейін тұрған тұлға. Және де ол көп уақыт бойы Сырдария бойындағы қалалар үшін күрес жүргізді. Басты оның қателігі билігін соңына қаратай ол жанындағы тайпалардың өзіне бағынышты болуына қадағалай алмай қалды. Қасым ақырындап одан билікті тартып алған болады. Ал көп жағдайда Бұрындық биліктің, яғни тәуелсіздігіміздің қазақ хандығының алғашқы жылдарда өте көп соғыстарға қатысып қазақ хандығының күшеюіне әсер еткен басты тұлғалардың бірі. Шығай хан қазақ хандан ішінде топ 20-ға кіреді ме? Иә, кіреді. Ал топ 10-ға, Топ 10-ға енді кіргізе алмаймын. Шығай туралы өте аз ақпарат бар. Басты біз білеміз ол Хақназардың жанындағы оң қолдардың бірі болғандығын, соғыстарға қатысқандығын, өте үлкен көмек жасағандығын, бірақ билікке келді ол 80 жасында, және де өте көп іс жасай үлгермеді. Бүкіл билікті және бүкіл істерді оның уже балалары атқарған болатын. ал Тахир хан топ 20-ға кіргізе аламыз ба? Топ 20-ға Тахирды мен ойымша кіргізе алмаймыз. Тахир басқа хандарға қарағанда біздің қазақ хандарының ішімізде өте көп қателіктер жасады. Ақыр аяғында соңында тек қана өз билігінде шағын жетісудың аймағымен қырғыздарды қалдырған болатын. Билігінен айырылған басты қазақ хандарының бірі.